Елімізде әйелдер қауымы ең алдымен аяулы ана, асыл жар және сүйікті жар, кәсіби маман және жауапты лауазым иесі. Сондықтан да айтулы мереке қарсаңында абзал аналар мен аяулы аруларға лайықты сый құрметтің көрсетілуі бұл елдігіміздің белгісі. Дана халқымызда Қазекең айтқандай, ана бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен ана тербетеді. Қыз өссе, елдің көркі дейді. Деген қанат сөздер бар. Бұл сөздер халқымыздан ежелден бері әйел затын ардықтай білгеннің айғағы. Дұрыс айтасың, Шалқар. Енді қоғамдық тәртіпті бақылап, күндемей, түндемей қызмет ететінде аруларымыздың қатары күн өткен сайын көбейіп келеді. Солардың бірімен біздің әріптесіміз танысып қайтқан еді. Болса келесі бейнесюжетке кезек берейік. Мінекей қымбатты ағайын, көктем келді, көктеммен бірге қыз келіншектер асыға күтетін мерекеде келіп жетті. Бүгін солардың бірін арнайы құттықтап шықпақпыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Мерекеңізбен. Мынау сізге біздің шығармашылық топтың атынан. Бұл Гаухар Райымбекова. Бүгінгі күні Талдықорған қаласы ішкі істер департаментінің қызметкері. Оның міндеті шаһарымыздың тәртібін бейне бақылаумен қарап отыру. Егерде қандайда бір хабарлама 102 нөміріне түссе, бірден камера арқылы іздеу салады. Алдыменен бейне жазбаны жылдам қарап, түскен өтініш бойынша мамандарға хабар береді. Біз таңғы сағат 7:30-да жедел басқару орталығына түскенде біз қала бойынша орнатылған барлық бейне бақылауларды қадағалауда ұстап отырамыз. Басты мақсатымыз ол Талдықорған қаласындағы бейне бақылаулар арқылы әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алумен жұмыс атқарамыз. Яғни біз бейне бақылау арқылы әкімшілік құқық бұзушылықтарды көріп, оны біз рация желісі арқылы жол патрульдік және учаскелік полиция қызметкерлеріне хабарлама береміз, қандай да бір құқық бұзушылықтар арқылы. Сонымен бір тәулік бойы біз бейне бақылауда отырамыз. Осы орталық арқылы қылмыстың алдын алу мен ел тыныштығын жіті бақылауда ұстайды. Тіпті бұл жерді полицияның жүрегі деуге болады. Ал кейіпкеріміз тәртіп сақшы болуды бала күннен армандаған. Сол арманы мақсатына айналып, міне 13 жыл аянбай еңбек етіп келеді. Жұмысы аяқталысымен шаңырағына бардық. Мұнда тіпті Гаухар ханымды біз танымай қалдық. Қызметте қатал тәртіп сақшысы болса, үйде инабатты келін, сүйікті жар, аяулы ана. Үйде енді қолы босып келгенде бала шағасына, үйінің тазалығына, тамағына қарайды. Қолы ғашық, қайырымды, ағайын туғанның бәріне қолынан келсе жақсылық жасауға тырысады. Ешкімнің бетінен қақпайды. Үлгі болуға, осы дастарханның ұйытқысы болуға лайық адам деп есептеймін. Бағым, қойдың жаны қалпағым, жұрт сүймесе сүймесін, өзін сүйген аппағым. Қазіргі таңда облысымызда 4118 тәртіп сақшылары бар. Солардың 500-і арулар. Күндемей түндемей ер азаматтармен бірге ел тыныштығын күзетуде. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы.